Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше басталып, бүгін Шемонаиха ауданында 2 адам иіссіз газға уланып қаза болды. Ал алдыңғы күні дәл осындай себеппен Шығыс Қазақстан облысының тағы бір ауданында бір әйел көз жұмды. Ведомствоның мәліметінше 8 наурызда Ұлан ауданында тұрғын үйден 1950 жылы туған әйелдің денесі табылды. Ал оның ұлы 1973 жылы туған ер адам көміртегі тотығымен улану белгілерімен бірінші қалалық ауруханаға жеткізілді. Төтеншеліктердің нақтылауынша, өлім себебі пеш жағу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамау, атап айтқанда тазартылмаған түтін мұржасы. Екінші жағдай 10 наурызда Шемонаиха ауданында болды. Қамышенке ауылында 1965 жылы туған әйел мен оның 1989 жылы туған ұлы үйде көміртегі тотығымен уланудан қайтыс болды. 1986 жылы туған екінші ұлы ауыр халде ауруханаға жатқызылды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.